Қайырлы күн, құрметті Мұқағали әлемі YouTube каналының оқырмандары. Дәл қазіргі сәтте бізде жаңа бағдарламамыздың тұсауы кесілгелі отыр. Ол бағдарламаның аты тосын деп аталады. Яғни тосыннан келген адамдарға тосыннан сұрақтар қою арқылы бағдарламамызды барынша қызықты өткізуге тырысамыз. Дәл осы бағдарламаның тосыннан сайланған жүргізушісі мен, Думан Бақытқанұлы боламын. Ендеше кеттік. Бүгін бізге мектебімізге тосыннан келген қонағымыз бар екен, Әл-Фараби. Әл-Фараби өзің жайлы қысқаша таныстыра кетсең. Менің аты жөнім Абибулла Әл-Фараби болады. Мен осы Мұқағали Мақатаев гимназиясының 2021 жылғы түлегі болып табыламын. Ендеше бағдарламамыздың алғашқы тосын сұрағын қояйық. Мына студияда көрсетіліп тұрған тұлғаны танисыз ба? Иә, бұл кісіні танимын. Бұл кісі менің ұстазым Дәурен Наурызбайұлы болады. Осы кісінің қандай ерекше қасиеті сіздің есіңізде қалды? Дәурен ағайымыз өз-өзінің маманы, білікті маманы болып табылады. Яғни балалары өз білімін нақты жеткізе алатын, өзінің не қалайтынын түсіндіре алатын, жеткізе алатын ұстаз болып табылады. Бәрекелді. Дәурен Наурызбайұлының сіздің өміріңізге сіңген қандай еңбегі бар? Дәурен ағайымның маған ең бірінші сіңген білімі, қасиеті, ол маған тарихқа деген қызығушылығымды арттырды. Және де тек менің ғана емес, менің бауырым Тасан Саяттың ұбт-дан 139 бал алуына үлкен септігін тигізген адам болып табылады. Бәрекелді. Жалпы бағдарламамыздың алғашқы қонағы болғаныңыз үшін шын жүректен рахмет етемін. Сіздерге де рахмет. Бүгінгі біздің бағдарламамыздың кезекті қонағы Бикен Істілеуқызы. Жалпы бұл мұғалімді біздің мектебімізде ардагер ұстаз, өзінің маман ретінде таниды. Бикен Істілеуқызы, біздің бағдарламамызға қош келдіңіз. Бағдарламамыздың аты тосын деп аталады. Яғни тосыннан келген адамдарды, тосыннан келген қонақтарды шақырып алып, тосыннан сұрақ қоямыз. Енді сізге сұрағым, жалпы біздің мектебімізде кез келген мерекелік іс-шараға қызу дайындық өте жоғары деңгейде жүреді. Сіздерді байқап қалдым, ардагер ұстаздар болып бір мерекелік іс-шараға дайындалып жатсыздар. Құпия болмаса қандай іс-шара болды? Ардагерлеріміз біз осы барлық іс-шаралардың басқасындамыз. Бұдан осы қыркүйектің басында жастарға өнеге көрсетіп бір концерт қойғанбыз. Енді мына келе жатқан республика күніне арнап тағы да хорға дайындалып жатырмыз. Бәрекелді. Ұстаздық құзыреттіліктеріңіз арта беріп, шәкірттеріңіз даналықтың көшінде жүре берсін. Рахмет. Енді апай тосыннан сұрақ. Экранда тұрған тұлғаны танисыз ба? Танимын. Ол сіз үшін кім? Ол мен үшін керемет азамат, елін сүйетін, әсіресе менің керемет таң қалатыным шәкірттеріне деген оның жүрегі, әр шәкіртке деген жүрегі әр бөлек қой. Осындай бізде, менің ойымша, осындай бір 10 азамат болса, Қазақстанымыз көкке келгенде, енді төбеміз көкке жететін еді. Жалпы әріптес ретінде, және де сіздің ұстаздық қызметіңіз ретінде, ол кісінің сізге қалдырған қандай әсері бар? Мен бір болған жағдайды айтайын. Мен 11-ші Б сыныптың жетекшісімін. Осы құқықтанудан ағай 10 сыныпта сабақ беріп жүрген. Сонда мен арт жақта сабаққа қатысып отырғанмын. Сонда кім сабақ айтады дегенде, бүкіл бала қолындағы конспектісін алып, тақтаның алдына жүгірген кезде ағай да қуанды. Мен жүрегім сонда үлкен қуанышқа толды. Міне, ұстаз болу деп бақыт деген осы екен ғой. Енді апайым, тосын жаңалық бар. Дәл сол Дәурен Наурызбайұлының туған күні біздің республикамыздың республика күнімен 25 қазанмен тұспа-тұс келіп тұр екен. Енді әріптесіңіз ретінде, өзінің маманы, оқушылардың ардақты ұстазы ретінде ол кісіге айтар тілегіңіз қандай? Бұл табиғатта керемет қой. Тамаша бір сыйланған екен. Осындай күнге екінің бірі туа бермеді ғой. Сәйкес келгені үлкен бақыт. Ол кісіні ойлаймын, ол кісі бақытты, қазірде өзі алатаған бақыт сыйлап қойған адам. Келешекте ең бастысы аман болсын деп, тіркөзден аман болсын деп. Тілегіңізге рахмет. Біздің бағдарламамыздың тосыннан қонағы болғаныңыз үшін сізге мың алғыс. Сіздерге де рахмет. Тосын сыйға ең бірінші қатысып тұрмын. Сондықтан тосын сыйларыңыз осылай ұзағынан болсын. Рахмет.
Бағдарламамыздың кезекті қонағы мектебіміздің кітапханашысы Нұрбеке Қожахметқызы. Нұрбеке апай, қош көрдік. Қош келдік. Енді сіз таңғалып отырған шығарсыз, бұл не бағдарлама деп. Осы күннен бастап мектебімізде жаңадан бағдарлама пайда болды, тосын деген. Яғни тосыннан қонақтарды шақырып, тосыннан сұрақ қоямыз. Сол сіздерде бір тосын сыйлық алғандай болып әсер қалдыру үшін. Енді Нұрбеке апай, құпия болмаса, кітапханаларыңыз және өтіп бара жатқан кезде бір әдемі сазда өзінің үнін естіп жатырмыз. Құпия болмаса, қандай шараға дайындалып жатырсыздар? Қандай шара дейін ба, бұл мынау 25 қазан республика күніне байланысты өзіміздің осы мектепте жұмыс жасайтын 55 жастан асқан ардагер ұстаздардан құрылған ансамбль қор дайындап жатырмыз. Өзіміздің айтатын қорымыз бар, оның ішінде айтатын тақпағымыз, өлеңіміз бар, домбырамен күй шертетін апайларымыз бар. Соны дайындап жатырмыз. Бәрекелді. Енді апай, бүгінгі біздің атаулы мерекелеріміздің бірі 25 қазан республика күнімен тұс келіп жатқан бір керемет тағы бір мереке бар. Нұрбеке апай, экранда шығып тұрған азаматты танисыз ба? Әрине танимын. Ол тұлға сіз үшін кім? Бұл тұлға мен үшін өте қымбат, әрі осы мектептің мықты бір ұстаз. Ол кісінің осы жақында мен 25 қазанда мына тұспа-тұс келе жатқан республика күнімен келе жатқан туған күні. Мен әрбір ұстаздың осы мектепте істейтін туған күндерін түнгі сағат 12-де күтіп отырып құттықтаймын. Ол менің өзімнің мына кәсіподақ жұмысым деп ойлаймын. Әрбір мүшесін мен құттықтау міндеттім. Ұйықтап қалсам кейбір енді болады ішінде мұғалімдер ренжіп жатады, апай мен деп. Ол енді кейде адам боласы болған кейде көзім ілініп кетеді, оны сәл болса да кешігіп болса да құттықтап жатам, бірақ мүмкіндігінше қалдырмауға тырысамын. Мына 25 қазан Дәурен ағайымыз орда бұзар 30 жасқа толып жатыр. Сол күнмен де әлі алда құттықтаулар болады деп ойлаймын. Рахмет апай. Жалпы Дәурен ағайды сіз қандай ұстаз ретінде бағалайсыз? Мен Дәурен ағайды жаста болса осы мектепке бір керемет ұстаз ретінде көремін. Өйткені ол кісі жаңағы жас болса да үлкен мына сабақ беріп жатқан ұстаздардан білімін жоғары бағалаймын. Өйткені ол кісі қаншама осы мектепте өтіп жатқан іс-шаралардан үздік ұстаз болсын, үздік маман болсын, соның бәріне қатысып бас жүлделерді алып жатыр. Әкімнің қолынан машина да алды. Жақында үздік педагогқа қатысып тағы да бас жүлдені алған Дәурен ағайды және мен өзім кітапханашы болғандықтан өзімнің оқырманым ретінде жақсы бағалаймын. Өйткені ол кісі Мұқағали Мақатаевтың 300 өлеңін жатқа айта алады. Мен оған сенімдімін. Бәрекелді апай. Бағдарламамыздың қонағы болғаныңыз үшін сізге мың алғыс. Республика күні қарсаңында бастауыш пәнінің мұғалімі, мектебіміздің еңбегі сіңген ұстаз Айкүміс Сәлеухан-қызы апайымызды жолықтырып қалдық. Айкүміс апай, қош көрдік. Енді қандай бағдарлама деп таңғалып жатқан боларсыз. Бұл бағдарламамыздың аты тосын деп аталынады, яғни тосыннан келген адамдарға тосыннан сұрақ қоямыз. Тамаша бағдарлама. Ендігі сізге бірінші сұрағымыз, экранда тұрған тұлға кім? Танисыз ба? Иә, әрине танимын. Әріптесім Дәурен Наурызбайұлы. Керемет. Енді сол Дәурен ағайдың еңбегіне қандай баға бересіз? Дәурен Наурызбайұлы әріптесім, мықты жас маман. Дәурен ағайды ұлттық бірыңғай тестке шәкірттерді дайындауда ең жоғары балл алып жүрген. Осыдан ұмытпасам бірнеше жыл бұрын шәкірті Тасан Саят 139 балл алып бүкіл Қазақстанда танымал болған өте мықты тарихшы, әріптесім ретінде танимын. Керемет. Биыл келе жатқан 25 қазан республика күнімен тұспа-тұс Дәурен ағайымыздың да 30 жас мерейтойы қатар келіп отыр екен. Енді сол Дәурен ағайымызға қандай тілегіңіз бар? Соны айта кетсеңіз. Дәурен Наурызбайұлына келе жатқан жаңа жасы құтты болсын. Ең бастысы дені сау, айналасы аман, төңірегі түгел болсын. Мықты потенциалдың иесі, білімді, өте талантты,
керемет маман Дәурен ағайды болашақта білім министрлігінен көргім келеді. Білім министрі болыңыз Дәурен Наурызбайұлы деген тілек айтқым келеді. Рахмет апай, жүрек жарды тілегіңізге, сол тілектің барлығын өзіңізге тілейміз. Рахмет. Екі шектің бірін қатты, бірін сәл-пәл кем бұра, нағыз қазақ емес, нағыз қазақ домбыра демекші, қазақтың мұң-мұқтажын бойына сіңірген қара домбыраны дәріптеп жүрген Біржан Сал мен Ахан серілердің ізбасары бүгінгі таңда біздің мектебіміздің музыка пәні мұғалімі Біржан Сәрсенқожаұлы мектептің кіреберісінде жолықтырып қалдық. Біржан ағай, қош көрдік. Қош көрдік. Енді таңсық болып жатқан шығарсыз, бұл қандай бағдарлама деп. Бұл бағдарламамыздың аты тосын деп аталады. Яғни тосыннан келген адамдарға тосыннан сұрақ қойып, бағдарламамызды қызықты қылып өткізу. Енді бүгінгі бағдарламамыздың сізге бірінші сұрағы, экранда тұрған азаматты танисыз ба? Әрине танимын, Дәурен Наурызбайұлы. Сол кісінің жалпы еңбегіне қандай баға бересіз? Енді Дәурен мырзаның еңбегі өзінің ұшан теңіз білімінің арқасында қазіргі таңда жастардың арасында биік белесті бағындырған деген ойдағы азамат. Ең бастысы бұл азамат өте ерекше тұлғалы азамат дегім келеді. Қазіргі жастардың ішіндегі жарып тұрған, яғни өз жасынан, яғни ересек көрінетін, яғни білім жағынан болсын, қай жағынан болсын, жан-жақты азаматтың бірі. Мен Дәурен бауырымды бір жағы әріптесім, бір жағы бауырым деп өте жақсы көретін бауырлардың бірі. Сондықтан Дәурен Наурызбайұлы қазіргі әріптестерде кім болсын, таныған адам болсын, шәкірттері болсын, жақсы көріп тұратын азаматтың бірі. Өте керемет. Біржан ағай, сізді қазақтың дәстүрлі әнін дәріптеп жүрген өз ісінің айтылмаған деп білеміз. Енді осы Дәурен ағайға арнап қандай жақсы өлең тартып бере аласыз, өлең айтып бере аласыз? Енді Дәурен бауырыма қазақтың бірегей азаматы болғандықтан Жәкен ағамыздың әрбір қазақтың баласы Дәурен ағайдай болсын деп біздің елдің жігіттері деген әнді орындағым келіп тұр. Бір қайырып берейін енді, аяқ астына тосыннан қойбас, ал кеттік. Біздің елдің жігіттері, жігіттердің төресі, біздің елдің жігіттері ұлы мұхит кемесі. Осы елде бақ пен қызыр қашпас екен деп тілеп, осал жерін түзіп жүрген біздің елдің шегесі. Осы елде бақ пен қызыр қашпас екен деп тілеп, осал жерін түзіп жүрген біздің елдің шегесі. Бәрекелді Біржан ағай, өлеңіңізге мыңдар алғыс. Олар елдің жігіттері бірін-бірін батыр демекші, бір-бірімізге осындай мархабат әндерімізді сыйлап жүре берейік. Кешіміздің қонағы болғаныңызға сізге мың алғыс. Ой, рахмет. Өздеріңізге де тулашысуақ табыс, бағдарламаларыңыз ұзағынан жасай берсін. Әмин, рахмет. Басшысы жақсының бастамы жақсы дегендей, мектебіміздің директоры Сәния Өскенбайқызында бүгін жолықтырып қалған жайымыз бар. Сәния апай, біздің кішігірім бағдарламамызға қош келдіңіз. Рахмет. Енді таңғалып отырған боларсыз, бұл қандай бағдарлама деп. Кішігірім түсіндіріп кетейін. Бағдарламамыздың аты тосын деп аталынады. Яғни тосыннан келген адамдарға тосыннан сұрақ қою. Енді Қысылтаяң жұмыс кестеңіздің арасынан уақыт тауып келіп отырсыз. Сізге кішігірім бір-екі сұрағым береді, соған жауап берсеңіз нұрсыныр болар еді. Рахмет, жауап беруге тырысайын. Тосын дегеннен кейін өзімде кішкене тосылыңқырап тұрғаным рас. Енді апай, барлық адам басшы болуға, жоғары деңгейге адал жолмен жетуге ұмтылады. Құпия болмаса, дәл қазір қандай мәселені шешіп келе жатсыз? Бүгін өзі өте бір мектеп ішіндегі жұмыстардың көп болған күні болып тұр. Бүгін мектебімізде Бостандық аудандық прокуратурасының прокуроры Ақжол Серікұлы мен 9-10-11 сыныптың оқушыларымен жүздесу болып өтті. Сол жүздесуді бітіріп
шыққаным осы еді. Өзіңіз маған сұрақ қойып. Апа, енді камераға, экранға назар салып қарасаңыз, осы жерде тұрған азаматты танисыз ба? Әрине танимын. Дәурен Наурызбайұлы, 140-шы гимназияның тарих және құқық пәндерінің мұғалімі. Балам. Осы Дәурен Наурызбайұлының сіздің балаңыз мектебіміздің беткесі ұстазымызды жалпы қалай бағалайсыз? Еңбегін қандай деңгейде көрдіңіз жалпы осы еңбегін? Енді менің балам дегенімде мысалы байқауымша бұл енді көрермендер ортасында шығатын дүние тәрізді болып тұр ғой, шынымен ойлап қалатын шығар, мына кісінің өз баласы екен деп. Жалпы мен балам, өзіңіз де балам деп айтамын, мен жалпы ұстаздарымды балам деп, қызым деп еркелеткенді жақсы көрем. Сондықтан Дәурен Наурызбайұлы туралы мен сонау кішкене әріректен бастап айтқанды жөн көріп тұрмын. 3-ші курстың студенті болып мектепке келді. Сол күннен бастап осы мектепте еңбек етіп келе жатыр. Сол бір ең алғашқы келген күндерінен бастап бұл азаматтың бойындағы бір ерекше қасиеттеріне тәнті болып келе жатырмын десем артық айтпайтын шығармын. Ең алғашқы өзімнің бір таңдана қарағаным Абайдың, Мұқағалидың барлық өлеңдерін нақышына, мәнеріне, мазмұнына қарап жатқа оқиды. Және Мұқағалидың өз дауысында өлең оқығанда, әрине біз ақиық ақынды көзіміз көрген жоқ, бірақ жаңағы радиодан өз даусындағы өлеңдерін естіп келе жатқан ұрпақпыз. Дәурен баламда сол кісінің даусына салып өлең оқығанда ерекше сезімге бөленетініміз рас. Одан кейінгі бір ерекше бір тағы да өзімнің бір сондай бір қуана қараған, қабылдаған дүнием, ол өз пәндерін өте жақсы біледі және өте үлкен жауапкершілікпен қарайды. Әрбір шәкіртіне ерекше жүрекпен қарым-қатынас жасайды. Осы бір ұстаз бойындағы қабілетін де ерекше бағалаймын. Жылдар өте келе Қазақстан тарихы пәнінен тест жинағын жазды. Және бұл тест жинағындағы ең бір қуанарлық нәрсе, ол сұрақты қояды, сұрақтың астында мысалы 4 жауап тұрады, ал сұрақтың дәл жауабы ерекше айрықша бояумен жазылып тұрады. Ол дайындалушыға да өте сондай жақсы көмек көрсетеді. Солай келе осы ұжымда жүріп өзінің өмірлік серігін тапты, отағасы болды. Қазіргі таңда 2 баланың әкесі. Сөйтіп үлкен қалалық жыл мұғалімі байқауына қатысып көлік иеленді. Сізге де сондай үлкен жетістікке жетуді тілер едім, айналайын. Өйткені Дәурен, өзіңіз ағай деп тұрсыз, ұстазым деп тұрсыз. Тағы осы жерде айта кетейінші, реті келгеннен кейін. Мысалы, Думан балам, өзіңіз де мектепке практикаға келдіңіз. Сол практикада көзіміз түсті деп қояйыншы. Сөйтіп, өзіміздің ортамызда мұғалім болып қалдыңыз. Дәурен ағайыңыз да тап солай студент болып келіп, біздің ортамызда мінекей 10 жылдан асты мұғалім болып еңбек етіп келе жатыр. Сізге де осындай тамаша жетістіктер мен сәттіліктерді тілер едім. Рахмет апай. Сәния апай,
жалпы енді Құдайдың берген сый секілді деп ойлаймын. Мынау 25 қазан еліміздің республика күні болып мерейтой болып аталып өткелі жатыр. Дәурен ағайдың да 30 жас мерейтойы туған күні дәл осы 25 қазан күнімен тұспа-тұс келіп тұр. Енді осы ұстазға, өзіңіздің шәкіртіңізге қандай ізгі тілектеріңізді айтасыз? Рахмет айналайын. Мен алдымен Дәурен Наурызбайұлының анасын құттықтаймын. Өйткені отбасында Дәуренге әкесі мен анасы өте жақсы тәрбие берген және білім алуына барлық мүмкіндікті жасаған. Сондықтан осы бір мүмкіндікті пайдаланып, анасын, отбасын, жарын, балаларын шын жүректен құттықтаймын. Және алдыда үлкен сын тұр. Ол республикалық үздік педагог байқауы. Осы үздік педагог байқауында көш басында көрінуін тілер едім. Ең бастысы, дені сау болсын, барлық армандары жүзеге ассын, ал ұстаз ретіндегі ұстаз бақыты еселене берсін демекпін. Рахмет апай. Осындай қысылтаяң уақытыңыздан кішігірім минуттар тауып біздің бағдарламамызға қонақ болып келе жатқаныңызға сізге Алла разы болсын. Шәкірттеріңіздің, ұстаздарыңыздың қызығын жетістіктеріне тоймай жүре беріңіздер. Көп рахмет. Бір әдемі жоба екен, әдемі бағдарлама екен, тосын деп аталады. Иә, шынымен де тосындан болды. Мен үшін тосын болды, рас айтамын, шын айтамын. Өйткені маған тосыннан сұрақтар қойылды, тосыннан бірден сұхбат беріп жатырмын. Сондықтан бұл бағдарламаның ары қарайғы аяқ алысы жемісті болсын деймін. Ендігі кезекте сөз кезегін мектебіміздің оқушысы, 10-шы А сыныбының үздік беткештер оқушыларының бірі Жұмайбеков Бақытқа берсек. Бақыт, студиямызға қош келдің. Енді Бақыт, бағдарламамыздың алғашқы қонақтарының бірі ретінде саған алғашқы тосын сұрағымызды қояйын. Экранда шығып тұрған азаматты танисың ба? Иә, танимын. Бұл біздің Дәурен ағай. Ол бізге Қазақстан тарихы, дүниежүзілік және құқық негіздері пәнінен береді. Мен ол ағайды бір сөйтіп айтқанда өте білімді және талапшыл ағай деп ойлаймын. Оның есіктен бірден кіріп келген кездегі бізге қоятын сұрақтары, жаңағы бізге деген талаптары өте керемет. Қазіргі болашақта келе жатқан Алла қаласа 25 қазан күні оның туған күні келе жатыр. Мен сол туған күніне байланысты ол кісіге өзімнің бір сөз айтқанда тілегімді айтқым келеді. Дәурен ағай, мен сізге барлық жақсылық тілеймін. Келе жатқан туған күніңіз құтты болсын, өмір жасыңыз ұзақ болсын. Балаларыңыздың жақсылық және бақыттарын көре беріңіз. Нұрия апа екеуіңіз әрқашанда бақытты болып жүре беріңіз. Сонымен қатар, осы жаңадан келе жатқан жаңағы сіздің үздік қазақтың педагогы деген қатысуыңыз бойынша сізге сәттілік тілеймін. Бақыт, өзіңнің жастық шақтың ең қызықты сәттері алтын күз би кешінен уақыт тауып біздің бағдарламамызға қонақ болып келе жатқаныңа саған мыңда бір алғыс. Алдағы уақытта саған ұбт-дан жоғарғы балл алуың және де шығармашылық табыстар тілеймін. Рахмет ағай, сізге алғысымды білдіремін. Тосын бағдарламамыздың кезекті қонақтарының бірі 10-шы Б сынып оқушысы Абакиров Абзал. Абзал, бағдарламамызға қош келдің. Қош көрдік. Енді Абзал, бұл қандай бағдарлама деп таңғалып отырған жайың бар шығар. Түсінемін, бағдарламамыздың аты тосын деп аталынады. Яғни тосыннан келген адамдарға тосыннан сұрақтар қою арқылы бағдарламамызды қызықты арнада өрбіту. Енді Абзал, мынау экранда көріп тұрған тұлғаны танып тұрсың ба? Иә, танып тұрмын. Бұл біздің мектебіміздің ұстазы, менің тарих пәнінен беретін мұғалімім Дәурен Наурызбайұлы. Керемет. Енді осы Дәурен Наурызбайұлы сабақ беру тәсілі қандай, жалпы ол ағайдың қандай ерекшелігі бар? Дәурен Наурызбайұлы өз дәрісінде көптеген
түрлі қызықты методикалар қолданып бізге барынша қызықты етіп өткізуіне тырысады. Сонымен қатар бұл ағайымыз өте білікті ұстаздардың бірі, өз мұғалім жолында, білім жолында үлкен жетістіктерге жеткен. Оның берген сабақтары әр оқушы үшін бір ғанибет деп ойлаймын. Керемет. Енді өзің білесің, 25 қазан республика күні. Енді сол Дәурен Наурызбайұлының 25 қазан туған күні дәл осы мемлекеттік мерекемізде тұспа-тұс келіп тұр екен. Енді өзіңнің тарих және де құқық пәндері мұғалімің Дәурен Наурызбайұлына қандай айтар тілегің бар? Мен Дәурен Наурызбайұлына ең бастысы денсаулығының мықтылығын, беріктілігін тілеймін. Онымен қоса осы ұстаздық жолында үлкен жетістіктер мен биік асуға тілектеспін. Сонымен қатар отбасында тек қана жақсылық пен игі істердің жасауын тілеймін. Күзгі бал кешінен уақыт тауып, біздің бағдарламамыздың алғашқы қонақтарының бірі болып келгендігіңе Абзал, саған мың алғыс. Рахмет саған. Оқашы, сізге де рахмет. Бағдарламамыздың ендігі қонағы 11-ші Г сынып оқушысы Сауданбек Ескендір. Ескендір, қош көрдік. Ескендір, жалпы күзгі бал болып жатқанын білем, уақыт тауып келе жатқанына саған көп рахмет. Енді Ескендір, саған бағдарламамыздың негізгі мәнін түсіндіріп берейін, таңғалып тұрған боларсың, қай жаққа келдім деп. Бұл бағдарламаның атауы тосын деп аталынады. Яғни тосыннан келген адамдарға тосыннан сұрақ қоямыз. Солай бағдарламаның қызығын өршіте түсеміз. Енді саған бірінші тосын сұрағымыз, экранға қарасақ, экранда қандай азамат бейнеленді? Экранда біз мектебіміздің тарих және құқық пәні бойынша мұғалімі Дәурен Наурызбайұлы көрініп тұр. Өте керемет. Енді Дәурен ағайыңның жалпы сендерге сабақ беру кезінде қандай әдіс тәсілдері, ерекше естеріңде қалды, және де Дәурен ағайыңа ұстаз ретінде қандай баға бересің? Жалпы Дәурен ағайымызға оқушы ретінде біз емес, республикадағы оқушылар, ұстаздар, барша қазақстандықтар дауыс беріп, жыл мұғалімі атанған болатын. Егер де осы Дәурен ағайымызға қанша балл бересің десе, 10-нан 10 берер едім. Және де Дәурен ағайымыздың ерекше есте қалған сабақ беру тәсілдерінен ағайымыз нақты датаны, барлығын нақты сұрақтар қойып, нақты жауап бізден күтеді. Және де соның арқасында біз қазіргі кезде осы 9-шы, 10-шы сыныпта, 11-шы сыныпта Дәурен ағайымыздың басқа да тарих мұғалімдерінің арқасында тарихты жақсы көріп оқимыз. Бәрекелді, Ескендір. Өзіңнің қызықты шақтарының бірі, біздің бал мерекесінен уақыт тауып, біздің бағдарламамыздың алғашқы қонағы болып келгенің үшін саған мыңда бір рахмет. Дәл қазір студиямызға қонақ болып мектебіміздің тағы да бір бетке ұстар тарихшыларының бірі Бақтияр Үсенұлы келіп отыр. Бақтияр ағай, студиямызға қош көрдік. Қош көрдік. Ағай, жалпы дәл қазір қай сыныптан шығып келе жатырсыз? Мен қазір 5-ші А сыныбынан Қазақстан тарихынан шығып келе жатырмын. Енді 7-ші Г сыныбынан бара жатырмын. Керемет. Енді ағай, бағдарламамыздың мәнісін сізге түсіндіре кетсем, таңғалып тұрған боларсыз, мен қай жаққа келдім деп. Жалпы бұл бағдарламаның атын біз тосын деп атадық. Не үшін? Себебі тосыннан келген адамдарға тосыннан сұрақтар қою арқылы бағдарламаны қызықтырып жүргізу. Енді сізге біздің студиямыздағы алғашқы тосын сұрағымыз, экранға көз салсақ, экранда суреттеліп тұрған азамат кім? Бұл енді менің әріптесім, бауырым, сонау 6 жылдан бері бір шаңырақтың астында қызмет етіп келе жатқан, ең өзіме жақын тұтатын дос десем де болады. Кейде мен ақыл да сұраймын, сондай бір кеңесші десем де болады. Ұстанымы мықты, керемет ұстаз Дәурен Наурызбайұлы. Керемет. Енді өзіңіз айтпақшы, әріптесіңіз, досыңыз, бауырыңыз ретінде Дәурен Наурызбайұлына қандай баға бересіз? Дәурен Наурызбайұлына бірден әрине тосын бұндай сұрақ қойылған кезде бір тосыннан бір супер керемет деген бір нәрсені бір ауызбен айту қиын, өйткені Дәуренді бір ауыз сөзбен бағалау келмейді деп ойлаймын.
өйткені мен Дәуреннің осынша, яғни әрине бір 20-30 жыл жұмыс істемесем де 6 жылдың ішінде мен Дәуреннің керемет сондай бір жетістіктерін көрдім, куә болып келе жатырмын, әлі де соған көрсетсін сондай жетістіктерін. Дәурен Наурызбайұлы өте керемет, өте сондай бір еңбекқор, өте сондай бір жастайынан үлгілі болатын азамат, жастайынан үлгілі болатын азамат деп білемін. Өте сондай бір адамзаттың керемет қасиеттісі деп айта аламын. Өте керемет. Енді Бақтияр Үсенұлы, өзіңіз білесіз, алдымызда 25 қазан мемлекетіміздің республика күні келе жатыр. Сол республика күніне Құдайдың берген сый іспеттес Дәурен Наурызбайұлының да ордабыздар 30 жас туған күні қатар келіп тұр екен. Енді Дәурен ағайға қандай тілегіңізді айтқыңыз келеді? Дәурен Наурызбайұлына менің айтарым көп, тілегім көп. Өйткені Дәуренге қанша тілек айтсаң да жарасады. Дәурен Наурызбайұлы әрқашан ең бірінші мен оған тілерім әрине денсаулық, отбасылық бақыт тілеймін. Қашанда оны сөзден, тілден аман болсын деп тілеймін. Өйткені ол сондай бір тұлға, болашағы жарқын. Оның мен тұла бойынан қарап, оның болашағын кәдімгідей сезіне аламын, сондай бір көре аламын. Сондықтан да мен Дәуренге әрқашанда денсаулық, әрқашан әр бастамаларында үлкен сәттілік жолдасы болсын деп тілеймін. Ендігі тосын бағдарламамыздың соңғы қонағы болып келіп отқан Бақтияр Үсенұлына алғысымызды айтамыз. Ендігі кезекте біз тарихшылар қауымы ретінде кез келген мерекелік іс-шаралар болсын, кез келген мерекелік даталармен тұспасы келіп отқан ұстаздардың туған күндерімен орай біз кез келген оқушыларға, кез келген ұстаздарға тосыннан тоқтатып алып, сол жайында, тарихи даталар жайында, мектеп жайында, қала жайында көптеген танымдық сұрақтар қойып отырамыз. Бұл бастамасы ғана. Тосын бағдарламамыздың тосын қонағы болуға дайын болыңыздар.